Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналымның дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ағасы келсе ардақтап, атын байлағандай, қонаға келсе құрметтеп жайлағандай, тындырымды інісі болса, қанат құйрығы сай болып, көңілі жай болып, ағаның алар тынысы болса, інінің міндеті басқару, ағаның реті бас бағу емес пе? Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы, балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы, қызың жақсы болса, жайқалып өскен құрағы, әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Балаң ақылды болса, жауды өлтіреді, балаң ақымақ болса, өзіңді өлтіреді. Алладан артымыздағы ұрпағымыз ақылды болсын деп тілейік. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер замандарда. Менің жаным ашиды мұны өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Абай Құнанбайұлы былай депті: сыртым сау болса да, ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын, күлсем, қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес, бәрі де әлдекімдікі. Ата-ананың арманы, ұлдың бағы жаңғаны, инабатты ибалы келін алғаны. Ата-ананың арманы, қыздың бағы жанғаны, өз қызындай көретін, құтты жерге барғаны. Еңсемді көтер тәңірім, жасайын істің тәуірін, адамның күні адаммен, көп досым кейде болғанмен, іс түссе қайда қалғанын, бетперде киген жан-жағым, жалғанның білдім жалғанын, санамда мың сұрақ, пендеңде мың сынақ, шарықтап құлдырап, бір тұрып бір құлап, қалағанымды сұрап, жаратқаныма жылап, алақанымды жайып, ақыретім уайым. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Еріншек таза жүре алмас, кірі қоңын жуалмас, қарекет жоқ, ғылым жоқ, өз бойынан ұялмас. Жүрейін десең тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар. Аналар да жүр ғой деп, біреуді мысал қылғызар.